жыл шамамен сағат 09:00-де Сәрсемалиев Атырау қаласына келіп, Мұханғалиев Наурызбен вокзал ықшам ауданында кездескен. Кездесу барысында араларында бұрыннан болған келіспеушілік талқылап, кейін Сәрсемалиев Мұханғалиевті уақытша тұрып жатқан Атырау қаласы мұнайшы ықшам ауданы номер 3 көше 21-А мекенжайында орналасқан үйіне ертіп барған. Үйдің зал бөлмесіне олардың арасында келіспеушілік қайта ұласып, төбелеске айналған. Төбелес барысында өзінің әлсін екенін түсінген Сәрсемалиев асхана бөлмесіне шегініп, қолына асхана пышағын алып, Мұханғалиев Наурызға бірнеше мәрте ауыр соққылар жасаған. Алған дене жарақаттары салдарынан Мұханғалиев оқиға орнында қаза болған. Осыдан кейін Сәрсемалиев қылмыс ізін жасыру мақсатында Мұханғалиевтің мәйітін көмілдіру шешім қабылдап, 15 мамырға қараған күні үйдің жанына шұңқыр қазған. Сонымен Мұханғалиевтің қалтасынан жеке куәлігін, Қазпошта карточкасын, 50 мың теңге тұратын құны маркасы Samsung A21 ұялы телефон және 3 мың теңге ақша қаражатын алып, оларды заңсыз иемдегеннен кейін Мұханғалиев Наурыздың мүрдесін сол шұңқырға көмген. Сөйтіп, Сәрсемалиев Сұлтан қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлімінде көзделген адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату болып табылатын қылмыстық құқық әрекетін жасаған. Сонымен қатар қылмыстық кодексінің 188 бабының 1 бөлімінде көзделген ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру болып табылатын қылмыстық іс әрекетін. Қылмыстық кодексінің 384 бабының 2 бөлімінде көзделген жеке басып куәлігін жымқыру болып табылатын қылмыстық іс әрекетін жасаған. Бұл Сәрсемалиевтің қылмыс жасаған сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында оқиға орнын қарап тексеру хаттамасымен тағайындалған сот медициналық қорытындысымен Мұханғалиевтің мүрдесіне қарап тексеру жүргізу тергеу әрекеті хаттамасымен сотталушының жауабымен және жасырын тергеу әрекетімен өз дәлелін тапты. Мұханғалиев Наурызға қатысты тағайындалған сот медициналық сараптамасының қорытындысына сәйкес Мұханғалиев Наурыздың өмірі 6-8 ай бұрын болған. Мұханғалиев Наурызға тірі кезінде сыртқы және ішкі қан кетумен қатар өмір кезінде еніп кеткен тесік кесілген жарақаттар келтірілген. Бұл жарақаттар өлім алдында аз уақыт бұрын өткір тесік кесу қасиеті бар заттың әсерінен салынған және өмірге қауіпті болғандықтан денсаулыққа ауыр зиян ретінде сараланған. Сонымен қатар номер 3 жасырын тергеу әрекетіне тоқталсақ, Мұханғалиев Наурыздың байланыс номері 14 мамыр 2025 жылы Атырау қаласы мұнайшы ықшам ауданы номер 3 көше 21-А мекенжайында болғаны көрсетілген. Бұдан басқа 15 мамыр 2025 жылы сағат 15:29 шамасында Сәрсемалиев материалдық пайда табу мақсатында Каспий қосымшасы арқылы несие рәсімдеу туралы қылмыстық пиғылын қалыптастырған. Мемлекет айтушы репликаңыз бар ма? Жалпы Сәрсемалиевті жасаған 13 баптан тұратын қылмыстық іс-әрекеттер сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында сонымен қатар басы сотталып қауымда барлық заттай дәлелдемелердің зерделеніп өз дәлелін тапты. Оған күмән жоқ. Қорғау тарапына да басы сот талқылау кезінде бірде-бір заттай дәлелдемені даулаған жоқ. Сол себептен құрметті сот барлық қылмыстық өз дәлелін тапты дейді. Осы мәселе. Прокурор Ержан репликаңыз бар ма? Шимағанбетова, қорғау тарапынан сөздерден қарсылығыңыз бар ма? Айтатын. Ескертулеріңізге қарсылықтарыңыз? Жоқ. Адвокат ақылыңыз? Жоқ. Реплика жоқ. Дәрмен Шишқали? Жоқ. Адвокат Шимағанбетова? Әсірге жоқ. Сізге қатысты қандай да бір пікір білдіресіз ба?